Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Сіздерге бүгін тауық етінен өте дәмді, әрі тез дайын болатын, дастарханның сәні болатын, ерекше рулеттің рецептімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса комментария қалдырыңыздар, және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Рулеттің жасалу барысын видеоны соңына дейін көру арқылы біле аласыздар. Бізге тауық етінен рулет жасау үшін қажет болады, филе керек болады. Осындай дәмдеуіш, тұз, кристаллик, паприка және қара бұрыш. Бір жұмыртқа және де чеснок пен сәбіз қажет болады. Нори жапырағы және фольга керек болады. Ең алдымен етімізді ет тартқыштан өткізіп аламыз жақсылап. Ет тартқыштан өткізіп алдым. Сарымсақты да, чеснокты да өткізіп жібердім. Енді үстіне дәмдеуіштерді қосамын барлығын. Бір жұмыртқаны қостым. Және де панировочный сухариден 2 қасық қосып жіберемін. Жалпы кез келген бұған сухари бара береді, жарайды. Енді жақсылап араластырамын. Еттің бірігу үшін осылай бір-біріне біріктіреміз ұру мақсатында. Жақсылап ұрдым. Өйткені рулетті тураған уақытта бұл шашырап кетуі мүмкін. Бөлініп, сол үшін жақсылап ұру қажет, осылай біріктіріп. Фаршымыз дайын болды. Енді фольганы жайып төсейтін боламын. Көлемі үлкен, осындай сапалы фольга алған дұрыс. Және де фольганың осы жылтыр бетіне қарай жасаймыз. Аздап 1 чайный ложка май құйып жіберемін. Бұл біздің немізді, фаршымызды жайған уақытта бізге көмектеседі. Енді фаршты саламын. Фарштың да үстіне 1 чайный ложка дейіп май құйып жіберемін. Енді 2 қолымызды майлаймыз осылай. Аккуратно жайып шығамыз осылай. Өйткені фарш қолымызға жабыспайды. Майламасақ, бұлай орналастыруымыз қиын болады, сондықтан маймен жұмыс істеген дұрыс. Барынша 4 бұрышты етіп жаюға тырысыңыздар. Өзіме керек мөлшердегі форманы келтіріп алдым. Сәбізді осылай ұзыншалап тураймын. Бұл бізге арасына қойғанға қажет болады. Осылай өзіме керек сәбіздерді турап аламын. Нори жапырағын аламын. Ортасынан бөлемін 2-ге. Бөліп алдым. Тура ортасынан бастап қоямын. Және де тураған сәбіздерімізді осылай қойып шығамын. Енді бұл рулетті жасасаңыздар, кез келген дастарханның сәнін ашатынына сенімдімін. Үнемі қонақтарға осылай рулеттерді жасаймын. Жылдам әрі тез уақытта дайын болатын рулет. Аздап лопаткамен көтеріп аламын, өзіме ыңғайландырып. Басында ораған кезде аздап қиыншылық тудыртады. Бір формасына келтіріп алсаңыздар, ешқандай да қиындық болмайды.
Міне. Дәл осылай аунатып, мына шетіне қарай алып келеміз. Енді мына басынан бастап ораймыз. Фольга фарштың ішінде қалып кетпеу керек. Соған мұқият болыңыздар. Міне. Енді азап осылай орап кете береміз. До конца алып барамыз. Міне. Екі шетін фаршқа дейін қысамыз осылай. Қызып тұрған 180-170 градус аралығында 35-40 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Қыздар, тауық етінен рулетіміз дайын болды. Яғни пеште 45 минут піскеннен кейін жақсылап суытамыз. Фольгадан ажыратып, пищевой пакетке орап болғаннан кейін алып өздеріңіздің қалаған бөліктеріңізге бөліп осылай ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған мен Гүлжанар.